Қу түлкі ертегісі. Ертеде бір жолбарыс болыпты. Бір күні жолбарыс бір түлкіні ұстап алады. Ал түлкі болса саспай, құйрығын бұлғаңдатып, тұмсығын жоғары көтеріп: «Мені жей алмайсың, себебі мен осы орманға қожалық етуге келгенмін», дейді түлкі. Жолбарыс аң-таң түлкіге олай бір, былай бір қарап сенбей: «Мүмкін емес», дейді. «Сенбесең, менімен бірге орманға жүр», деп айтады түлкі. Тағы да түлкі жолбарысқа: «Ондағы барлық аңдардың менен қалай қорқатынын өз көзіңмен көр», дейді түлкі күліп. Ал жолбарыс болса түлкінің айтқан сөзіне келіседі. Түлкі жолбарыстың алдына түсіп, керіліп жүріп отырады. Жолбарысты көрген аңдар зәрелері ұшып, тым-тырағай жан-жаққа қашады. Ұялары мен індеріне тығылады. Ал құстар болса аспанға қарай ұшады. Ал қу түлкі болса одан сайын басын көтере түсіп, жолбарысқа былай дейді: «Ал, енді көзің жеткен шығар. Менен қорықпайтын жан бар ма?» деп мақтанады. Жолбарыс болса аң-таң түлкіге қарап: «Иә, сен шынында да айбарлы, мықты екенсің», деп алданған жолбарыс өз жөніне кетеді. Ал түлкі болса жолбарысты осылайша алдап аман қалған екен. Осымен ертегіміз аяқталды. Егер де ертегі ұнаса, лайк басып, комментария жазып, менің парақшама тіркелуді ұмытпаңыздар. Кездескенше.